жай әңгіме айтайын деп едім. Мынау ютубта кейбіреулердегі ана қаралымы 100 мың, 200 мың кеткен. Мынау қандай кәсіппен айналысу керек, кәсіп туралы әңгіме болған кезде. Немесе жаңағы 2024 жылы қандай кәсіппен айналған дұрыс деген сияқты сұрақтар беріліп ютубта сондай тақырыппен. Соны қарайтындар саны өте көп. Тегі ойладым, ой, мына Қазақстанда тегі кәсіпкерлер көбейіп кетті, немесе анау киімін ауыстырған сияқты. Ай, бүгін жаңағы қызыл көйлек мода болып кетті, соны киіп алайын деп, ертең күні көк көйлек деген сияқты. Сөйтіп көйлек ауыстырған сияқты бизнесті ауыстырам екен. Сол кезде жаңағы сен бір жаңағы бастадың ба, әрі қарай кете бересің. Ол мысалға сен кеңейіп неткен кезде, жаңағы кемеліңе шыққан кезде, сол кезде жаңағы тағы да бір бизнес көзін ашу керек деген сияқты сұрақтар. Бұлайша қазақтар негізі әр ұлттың өзінің қасиеті сондай ғой. Басқа біреуді жолатпай, тек қана өзің ғана нете аласың, жаңағы сынға алып. Мейлі. О жағын қоя қойып, бірақ жаңағы кішкене мынау айта кететін нәрсе, кішкене мынау қызып атқан бизнес кәсіпті көрген емеспін. Енді мынау әрине базар толған Қытайдың заттары, соны сатып, соның айналасында ненің бәрі. Енді анау Қытайдан тасып бері қарай сөйтіп соны алып сатарлар сатып, сондай бизнес. Басқада анда-санда естіп қаласың, андай біреу бір терден бірдеңке тігіп жатыр, немесе оның өз өте сирек та, сирек. Ол мен анау арт жағында OLX OLX.kz сайт бар. Бұл негізінен мысалға сен бір кәсіп бастадың, бірдеңке сатқың келеді. Сол кезде жаңағы мынау нарықты байқап көру үшін бұлай шығармайсың ба? Мысалы сен мынау көбінесе мынау бортақы, мал, қой, жылқы солар шығарады да, енді солар көбінесе қазы сатады. Біреулер жаңағы еттен ет жасап, пісіріп, соны қызмет етеді, шпара жасап. Бірақ бәрібір менің ойымша да мынау OLX-тің қазақшасы дамымай келе жатыр, орысшасы дамып, көбінесе орысша береді мынау жарнамаларын. Мынау өзі жеке меншік, жеке адамдарға арналғанда, бұл сен үлкейіп кетсең, бір компания болып кетсең, ол да шығаруға болады өзің өнімдерін OLX-ке. Бірақ негізінен инертті да адамдар. Мынау бір сынған сағатың болса да, мысалға деймін да, мұны. Сынған сағатың болса да, онда шығарып тастау керек та, үйде ыбырсытпайды. Бұл біреуге бөлшегі керек,
біреуге басқасы керек деген сияқты. Ол жай мысал ғой. Бұлай инертті деген сөз жаңағы қазақшасы кішкене немқұрайлы да емес, мынау еріншектеу деген сөз. Енді еріншек ерініп отырмайды деген сияқты сөз емес, ол білмейді. Сонымен жаңағы қызығушылық жоқ па, бірдеңе сатып алғысы келетін болса, анау жаңағы үлкен Алматының базарына барып іздейді. Немесе мысалы сен Таразда болсаң, Тараздың жаңағы соның үлкен базарына барып сол жақтан іздейді. Сандалып та өйтпей-ақ қоюға болады емес пе? Сен үйде отырып, телефоныңды шұқылада, мынау OLX-тің ішіне кіріп, мынау осы сатылып жатыр ма екен деп. Мүмкін сен көршің сатып жатқан шығар. Сол сен керек етіп, сандалып 2-3 сағат уақытын кетіріп, базарға барып, базардан жаңағы сол затты алып қайтқанша қай заман. Сондықтан мынау елдер үшін дайындаған мынау дайын тұрған сайт. Соны қолданыңдар дегім келеді да. Мейлі. Сондықтан мұны айтпағым сондай. Мейлі көрейік. Соны байқап көрім көп тұр да жаңағы. Қанша белсенді екенін да. Мына мен жүген қарадым да, жүген. Мысалы қазақша ғой, нағыз сөзі де қазақ, көбінесе қазақ. Міне күміс жүген дейді, қырғыз ер сатылады дейді, 28.000 теңге. Мысалы сен өзің үйде отырып осы тегін берем дейді, жүген қырғыз ер тоқым дейді. Міне біреу тегін беріп тұр, барда хабарласып, барда алып кел. Енді ол кей кезде жазады тегін деп, бірақ негізінен ол өзіні қызықтыру үшін сөйтіп жазады көбінесе. Абылайша нақты бағасын жазған дұрыс. Нақты бағасын жаз, сол кезде жаңағы осы телефонмен де емес, мына жақтан өз дегенде хатыңды жазып, осы OLX арқылы сөйтіп хабарласып, астына жаңағы мынау пікір сияқты жазасың да, сен осындай бағамен маған берсең қалай болады? Міне жүген уздечки дейді. Міне біреулер 7800 теңгеге сатып жатыр. Тоқып та мынау неден екенін. Енді оның ішіне кіріп, мысалы Астана дейді. Мынау Көкшетауда. Бірақ негізінен әрбір қалада сондай болу керек та, әрбір ауылдан шығу керек та, қамшы жүген. Шаң басып кеткен анау шіріп жатқан дүниеңді шығар да сат. Біреу жүріп кетсе, бітті, өзің ертең тоқып аласындай осы жүгеніңді соны кейін тағы шығарасын. Дәл осылай шығарасын. Сөйтіп ардан кете береді да, мынау іліп қойған себебі көп қылып мысалға. Міне бір кәсіпкер екен байқалып тұр да. Ноқта, жүген, уздечка, недоуздық дейді. Міне толып тұр. Аты да Қарағанды Қазбекский район дейді. Мекені. Ноқта, жүген сатамын құлынға, жабағыға, тайға, атқа, адрес Қазақстанская. 18 магазин мастерок. Міне магазин дейді. Инстаграм. Міне Инстаграмда да бар. 10 тада қарауға болады. Бір суреттер бірнеше болуы тиіс. Міне. Ноқта жүгеннің неше түрі. Міне ауыздығымен қоса. Міне. Бірақ әңгіме сол тұтынушылар, жаңағы сатып алушылар кішкене мынау белсенді емес. Мынау тікелей өзінен барып саудаласып алып қайтуға болады ғой. Сондықтан мен бұл OLX-пен ешқандай қатысым жоқ. Бірақ ойлаймын да көбінесе осы неге
дамымай жатыр осы сала деймін да. Өйткені бір жағынан бұл әр ауылда интернет жоқ шығар. Болса да ол әркімнің телефонының ішінде. Тарифы дұрыстау емес па, жоқ әлде анау несі жылдамдығы аз ба, жұрт аз шығатын шығар осындай. Андай Инстаграм деген қоймайды. Жұрттың биін қарап, айтқан өлең қарап, ал егер саған қалтаңа бір тиын түсіргің келсе, осы OLX-тен бірдеңені сатып, немесе осылай жаңағы уақытыңды үнемдейтін жол іздеу керек та. Сен өз көлігің болмаса, неге жаңағы мініп автобусқа? Олар енді өз баяу жүретін көліктің бірі, соңғы толып кетеді. Соңғы уақытылы жүрмейтін, сондай өзінің әдеттері бар. Сол қашан толмайынша аузы мұрнынан шығып жүрмейтін маршруткалар ол да бар. Маршрутка емес енді сондай. Сондықтан негізінен мен жол жүруді онша жақтырмаймын, сол жағынан. Өткен ыңғайлы емес та. Мейлі ол мен іштей жаңағы налған нәрсемді айтпай қойдым. Бірақ негізінен деймін да, мына тіл дейді, мына рус дейді, рус. Орысшасы дамып кеткен. Жүген сатамыз, жүген новый дейді. Жүген нұқта, міне. Ер-тоқым егар дейді, 52 мың. Сөйтіп осындай. Енді бұл мейлі, ер-тоқым енді әркім атпен жүрмеген шығар енді. Енді былайша мысалға қараған мына табак көрительный дейді. Мысалға темекі шеккіш біреулер бар. Содан кейін қазір мынау темекінің өзің орап аласың да, орап та алмайсың. Андай несі бар, өзінің гильзасы әдейі қағаздан жасап дайындап, кәдімгі сигарет фильтрі де бар. Соның несі бар, өзінің станогы. Ішіне жаңағы анау темекінің шөбін саласың, содан кейін былай престеп ішіне кіргізіп жібересің. Болды. Оның құны арзан да. Сондай да бар. Бірақ негізінен енді OLX туралы сонда бір-екі ауыз сөз айтып кетпекші болдым. Көрейін деп адамдардың жаңағы несі бар ма. Бірақ қызық осындай халық үшін ойлап табылған. Бүткіл Қазақстанды енді және бәріне мәлім. Енді бұл енді үлкен не ғой? Корпорация ма сондай, сондықтан жазғысы келіп мынандай дүниені жасай алмайтын шығарсың. Ал күшті болсаң жаса. Мен енді Жамбыл облысы Таразда не болып отқан қарайын да жаңа. Міне қаншама жаңағы тұрғын ауылдары бар да Жамбыл облысында. Сол қайда кеттің? Тараз деген, Тараз. Міне Тараз дейді. Весь город. Ал бүткіл қала. Не іздедік? Мысалға, мен бір ойым бар да, бір көлік. Андай багги деп қояйыншы, багги. Бар ма екен? Міне багги, квадроцикл да, ой, шыға келді міне. Ал мейлі көрейік. Тараз қаласында кім сатады екен? Квадроцикл жоқ екен. Міне грузовой дейді. Бірақ мынау көбінесе мынау не орысша жазады. Соған налайым да жаңағы. Неге? Сен өз тіліңде жазсаң, өз содан кейін келеді. Дамиды да тілің.
So'ng дамыған кезде тіл, ой, мынау тіл көп қолданады екен деп, соң Google, Яндекс бәрі де жабылып та қазақша шығара бастайды да өз өнімдерін. Бәрі сол өнім емес пе? Ал жарайды осымен.